Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен керемет және жұмсақ болып шығатын муравейниктің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге ұн қажет болады. Сары май, қант, қаймақ және қопсытқыш қажет болады. Келесі кезекте үлкен ыдысқа майымызды, қаймақты, қантымызды барлығын қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды аздан қоса отырып, қопсытқышты қосып, тағы да араластыруымыз керек. Міне осындай басында шашыраңқы болып шығады. Оны көбірек қолыңызбен елей берсеңіз, қамырымыз жинақталып, жұмсақ қамыр болып шығады. Міне осындай болып шықты. Келесі кезекте осыны теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Содан кейін тақтайшаның үстіне осылай қойып, тоңазытқышқа 30-40 минут шамасында қойып аламыз. Міне біздің қамырымыз қатты болып шықты. Одан кейін үккіштен өткізіп, духовканың үлкен формасына осылай жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 10-15 минут шамасында тез піседі. Міне осындай болып пісіп шығады. Шетіне күйген жерінен қорықпаңыз, араласқан кезде әдемі түс береді. Міне барлығын пісіріп алдым. Ендігі кезекте осының барлығын өте ұсақ етіп осылай езіп шығу керек болады. Келесі кремді дайындап аламыз араластыратын. Оған вареная сгущенка және сары май қосамыз. Екеуін жақсылап миксермен араластырып алыңыз. Миксермен ұзақ араластыруға болмайды, өйткені сары майдың суы шығып кетеді. Келесі кезекте осындай мен жаңғақтар қосамын. Мүмкін ұнатпасаңыз қоспасаңыз да болады. Барлығын осылай турап алып, бірге араластырамын. Келесі дайын болған кремімізді қосып, жақсылап араластыру керек. Міне осылай араластырып алдық. Келесі кезекте кішкене ыдысқа су құйып аламыз. Және муравейникті жасайтын ыдысыңызды суға батырып, осылай дайын болған массаны ішіне салып, кішкене престеп, ыдысқа төңкерсеңіз өзі түсіп қалады. Міне муравейниктеріміз дайын болды. Қалауыңызша үстіне әсемдігі үшін шоколад осылай жағып шықсаңыз болады. Жақпасаңыз да муравейниктер өте керемет болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Тоңазытқышқа қойып қатырғандан кейін де ауызда еритін өте жұмсақ болып шығатын муравейниктердің рецептісі. Менің каналыма тіркеліңіз, пікіріңізді қалдырыңыз, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз.